Muratcan bауырым, Құрбан айтың қабыл болсын. Құрбан айтың хикаясы, қиссасы қайдан шықты дейсің ғой енді. Әлқисса мұның баяны анау Абыл мен Қабылдан басталды. Адам атаның екі ұлы болды, біреуінің аты Абыл, екіншісінің аты Қабыл. Абыл дейді көшкен дейді, осындай мал шаруашылығымен айналысты дейді. Қабыл егін екті дейді. Содан енді ана Қабылдың жүрегінде аздап бір қара ниеті бар еді, сол ұлғайып күшейді дейді. Кейін ол сараңдық дертіне, дүние қоңыздық дертіне ұласты дейді. Содан енді ана Абыл ақ жүрек еді дейді. Содан екеуінің арасында мынандай бір кикілжің басталды дейді. Енді текетірес басталғаннан кейін бір күн бір ерек шықты дейді. Сол ерек шыққан кезінде Абыл айтты дейді. Төрелігін Тәңір Тағала өзі айтсын деп айтты дейді. Жарайды, сол кезде Тәңір Тағаладың әуезі келді. Ей, құлдарым, сендер екеуің ана жиған терген дүние мүліктерінен менің жолыма құрбандық шалыңдар. Сол шалған құрбандықтарға қарап, сендердің ниеттеріңді, пейілдеріңді білем деп айтты дейді. Өздеріңе куә қылған дәлел оған деп. Содан не керек? Отарда жайылып жүрген жерінен баптаған Абыл семіз, үлкен мынандай бір қоққошқар ұстап алып, ең семіз малын әкеп байлап құрбандық шалады дейді. Құдайдың жолымен мен мынаны атадым деді дейді. Енді Қабыл қанша тұрса да дүние қоңыздығын сараңдығын жеңе алмады дейді. Былтырдан қалған бір дестен мындай көгеріп кеткен, шіріп кеткен бидайын әкеп қойды дейді. Содан екеуі анандай жерде қарап тұрады дейді. Тәңір Тағала қоққошқарды көкке алып кетті дейді. Қабыл болған ғой енді. Енді құрбандық қабыл болмағаннан кейін Қабылдың мына іштамығы, күншілдігі, дерті асқынды дейді. Содан енді көре алмас күн бір күні жаңағыдай бауырын ұйықтап жатқан жерінде басынан тасып өлтірді дейді. Содан ең бірінші кісінің қаны төгіледі сол жерде. Арасында әңгіме болған молдалар айтып береді. Содан енді жаңағыда әңгімесі көп қой енді. Ертең ақиретте мына кісі өлтіргендердің бәрі осы Қабылдың сапында тіріледі екен дейді. Осымен бұл әңгіме бітеді. Енді әңгіме Ыбырайым пайғамбардан жалғасады. Ыбырайым пайғамбар өте сондай мал мүлкі көп дәулетті кісі болған, бай дейді, оны халилулла дейді, Құдайды өте жақсы көретін сүйіктісі болған, Құдайдың дидарына ашық екен дейді. Содан не керек? Бір күні бұған Смағұл деген бір ұл нәсіп болды дейді. Енді періштелердің бәрі таңғалады екен, ой Құрбан мына кімнің жомартына, кімнің Ыбырайымның бұл енді осындай бұл сияқты Құдайдың сүйген құлы жоқ деді. Содан енді ана Смағұл деген баласы ержетті дейді, 10 жасар бала болды, өте сондай тіл алғыш, зерек, зейінді бала еді дейді. Айтқан тілі егет дейді, өзі түрінде келіскен. Содан енді баласын жақсы көріп қалып көп қызықтап кетті дейді Ыбырайым. Содан Құдай Тағала бұның жүрегіндегі жаңағы дүниеге баласына деген енді ана жақындығы бар ғой, сүйіспеншілік, екеуінің арасындағы достыққа бір селкеу түскендей болып, сосын Құдай бұны қатты сынаққа алды да пәрмен түсірді дейді. Ей Ыбырайым, егер менімен дос екенің рас болатын болса, мені жақсы көретінің рас болатын болса, енді ісіңмен дәлелдейсің, құрбан шаласың, бірақ мал керек емес бұл жол деп айтты. Ана жалғыз ұлың бар ғой Смағұл, соны шаласың деп айтты. Содан енді ауыр енді адам болу деген сұмдық қой енді. Содан не керек? Ыбырайымның жүрегі әбден қобалжып, ауырып, мазасы қашып. Содан енді оның әйеліне естірту керек. Әйелі не дейді енді? Көніпті Құдайдың әмірі болғаннан кейін. Содан енді баласына айтады. Енді бұның арасында әңгіме көп енді. Баласын көндіреді, оны шығады, жолда сайтан келеді, оны азғырады, оны таспен атады. Ой, неше түрлі оқиғалар бар. Мына қазіргі қажылыққа барған кездегі мұсылмандардың орындайтын көп ритуалдардың бәрі содан қалған деп айтады. Содан не керек? Ең соңында енді орындайтын жерге келеді. Содан аяқ қол тыпыршып, Құдай жаңағыдай, әй болды қоя сал енді, ниетімді көрдім ғой енді, шалма деп айтып қалама деген үміт және бар. Бір шетінен өзі қорқып, жаңағыдай соймай кетіп қалсам, бауыздамай балам құрландыққа шалмасам, Құдай менен теріс айналама деген қауіп және бар. Сонан дейді, екі жаңағыдай үміт пен қауіптің ортасында ырғалып жырғалып, енді психологиялық өте ауыр халді кешіп үсті басында шылқылдап терілеп келді дейді. Содан не керек? Баласын жатқызбайды дейді, енді амал жоқ, балам енді Алладан келген пәрмен солай, енді Құдайдың жолында құрбан болып кетесің, не істеймін, маған не дейсің? Жарайды деп айтты дейді баласы. Құдай айтса болады, бірақ енді менің көзіме тура қарама, әкеліп берім оянып кетсе, Құдайдың әмірін орындамай қалып, қара бет болып қалып, осыған дейін жиған терген абыройының бәрі айғандай төгіліп қалмасын әке деп айтты дейді. Жарайды балам, енді бұныңа да рахмет деді дағыны. Қолына мынандай алмас пышағы бар еді дейді, кездігі. Соны алып дағыны баласының басын қайырды дағыны. Я бісміллә деді дағыны, тамағына от кеп жеді, пышақ өтпей қалды дейді. Ой, Алланың құдіреті мұнсын өз. Содан екінші және бауыздады дейді, пышақ және өтпейді. Үшінші, төртінші тағы салды. Ізде түскен жоқ. Мына кездікте не болды мына деді, алып тасты бұрылып, тасты айыр жетіп өткізді. Сөйтіп
не істерін білмей абыржып тұрған кезінде мынандай дейді Jibril періште Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп түсіп келе жатыр екен дейді. Енді ана белгі берген ғой, болды, қой енді, сынақ сағаты бітті, ей Ибрайым баланы жібер деген әңгіме ол енді. Сол кезде бүйтіп Ибрайым қараса дейді Jibril періште, баяғы Абылдың алып кететін көк қошқары бар емес па? Соны пейіштен қайтадан айырып келе жатыр екен дейді Jibril періште. Әне көрдің бе әңгіме қайдан шығып жатыр? Соны көрді дағыны Ибрайым ла илаха иллалла деп айтты. Сол кезде жерде жатқан баласы валиллахил хамд деп айтты. Барлық мақтау мадақ осы Аллаға болсын деп айтты. Осыдан бастап тәкбірдің жаңа түрі шықты дейді. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллалла валиллахил хамд деп қазір мешіттерге барсаң, құрбан айттан кейін осы тәкбірді айтады. Содан тұрды дейді екеуі айтты, ей сынақ сағаты бітті, болды. Адамды құрбандыққа шалу деген ұдамдай. Тоқтайды. Бұл текке Алланың сынағы. Ет сені мына көкірегіндегі, мына дүниеге деген ашықтығыңды жою үшін, мына саған бетінің күресу үшін жасайды. Содан не керек, көк қошқар сол жерде сойды дейді, денесін алып кетті үйіне. Соны шешесі көріп та баласының амандығын көріп қуанып кетті дейді. Баласының аман келген. Соны айтты де, берімді Алла тағала онда қатыгездікке бармайды. Мені текке сынаққа алған екен, мына көк қошқарды сойып, соны келіп отырмыз аман есен. Соны Алла маған бәрін жинады дағыны. Сол құрбандықты таранып, етасы тамақ берді дейді. Сол кезде ана көк қошқардың енді пештен келіп тұр ғой енді. Сол айтты дейді, әйеліне айтты дейді, ей бәйше, мынаның басын тастаушы болмады, құрбандыққа шалынмады. Шеққарын тақай біреуін тастама, қорламадым деп айтты. Содан жаңағы ажар анамыз дейді, алды шеққарының бәрін тазалап, бөріп, асты дейді, басты, тақайды үйтті дейді, тұяғының бәрін алды дейді. Мұрнын қақты, тісін қақты, бәрін ішін бәрін тап-таза болды дейді. Мына қазақтардағы қазіргі осы қойды сойған кезде ішек, қарын, пақай, бас, құлақ бәрін түгел пайдалану деген осыдан қалды деп айтады. Соны үйде отырған кезде тамақ ішіп отыр еді дейді. Жаңағы Смағұлда басқа қол созған кезде бала әкесі айтты, ей балам, бұл сенің құрбандығың, басыңның амандығы, осы қошқардың арқасында аман қалып отырсың. Әкең отырған жерде басқа қол созбай ақ тұрады деп айтты. Содан бастап әкесі отырған жерде баласы бас ұстамайды деген әдеп шықты дейді қазақта. Содан бастап бұл әңгіме, бұл дәстүр салт барлық халықтарға осы кетті дейді. Мына біздің қазақ халқындағы осы салт, осы дәстүр содан шыққан екен дейді. Сондықтан мына қазақтар жақсы сөздер қонақ келген кезде бас тартады, сосын сыйлы қонаққа жамбас береді ғой. Соны жаңағы бас тарту атаңнан қалған, жамбас тарту қазақтан қалған деп айтады. Енді ана Ибрайым пайғамбардан бері келе жатыр, жамбас тарту қазақтың өзінің төл мәдениеті деген ғой, екеуінде сақталып тұр ғой. Міне содан бастап әлі дейін жалғасып келе жатыр бұл әңгіме. Енді аңыздың анық қанығын бір Алла тағала өзі біледі, бірақ бұрынғылардан жеткен әңгіме сөйде дегенді кейінгі ұрпақ біз енді дүниядан ол кезде өтіп те кетерміз. Алдыңғы ағалар бізге есті әңгімелер айтып қалдырмады деп бізге ренжімесін деп аз кем әңгіме шығарып отырмыз әні.